Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен өте маңызды тақырып туралы әңгімелесетін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыздың аты қант диабетінің асқынулары. Көпшілік бұл тақырыпты тыңдаудан қашады, ол туралы ойлағысы да келмеуі мүмкін. Дегенмен менің бүгінгі ойым сіздерді қорқыту үшін емес, менің бүгінгі мақсатым диабеттің асқынулары туралы сіздерге мәлімет беру және сіздердің білімдеріңізді көбейту болып табылады. Не себепті олай? Өйткені адам өз ағзасында болып жатқан мәселені нақты, тиянақты түсінетін болса, ол дер кезінде шешім қабылдай алады және дер кезінде дәрігерге қарала алады. Жалпы диабет дегеніміз не? Жалпы диабет қандағы қанттың жоғарылауы ғана емес. Диабет бұл ең алдымен қан тамырларын зақымдайтын ауру. Егер ұзақ уақыт диабет бақылаусыз жүретін болса, ол біртіндеп неге әкеледі? Әрине, бірінші кезекте қан тамырларының зақымдалуына алып келеді. Жалпы қан тамырлары ағзада екі үлкен топқа бөлінеді. Ұсақ қан тамырлар және ірі қан тамырлар. Ұсақ қан тамырлар ол көздің торлы қабатында, бүйректе және нерв тіндерінде болады. Ал ірі қан тамырлар жүректе, бас миында және аяқта орналасады. Мен мысал келтіріп айтқым келіп тұр, өйткені қант диабеті кезінде көбінесе ірі қан тамырлар қан диабетінің екінші типінде бірінші кезекте зақымданады. Ол әрине жүрек қан тамырларының ауруларына алып келеді. Мысал келтіріп айтатын болсақ, қан тамырларын құбыр сияқты елестетіп көріңізші. Егер сіздің қаныңыздағы қан біріншіден жоғары болса, екіншіден қандағы холестерин жоғары болса, яғни қан майлы болса, қан тәтті болса, ол қоюланады. Сол себептен ал қоюланған қан ол тамырдың ішінде өте баяу қозғалатын болады. Және сонымен бірге ол тамырдың қабырғаларына шөгеді. Ол неге алып келеді? Тамыр қабырғалары біртіндеп қалыңдайды, ол қатая бастайды, қанның ағысы баяулайды. Сол кей кезде тіпті ауыр жағдайларда бітелуге дейін алып келеді. Бұл қандай аурулармен аяқталады? Әрине, бұл жүректің бірінші кезекте ишемиялық ауруымен аяқталады. Жүректің ишемиялық ауруларына стенокардия, жүректің инфарктлары және жүрек жеткіліксіздігі жатады. Сонымен бірге диабетпен ауыратын көпшілік адамдарда қан қысымы жоғары болады. Әсіресе бұл аурулар артық салмағы бар адамдарда, артық салмағы жоқ адамдармен салыстырғанда жиірек кездеседі. Сонымен бірге дәл осы процесстер жүрек қан тамырларын ғана емес, сонымен бірге бас миының қан тамырларын, аяқ қан тамырларын да зақымдауы мүмкін. Бір айта кететін жайт артериалдық гипертензия, яғни жоғары қан қысымының болуы. Жалпы диабетпен ауыратындарда бұл өте жиі кездеседі. Жоғары қан қысымының болуы ол жүрек жеткіліксіздігіне ғана әкеліп қоймайды, сонымен бірге инсульттарға әкелуі мүмкін. Әрине, жүрек қан тамырлары, бас миының қан тамырлары, аяқ қан тамырлары зақымданатын болса, онда ұсақ қан тамырлар да зақымданады. Олар қандай қан тамырлар? Олар бірінші кезекте бүйректің қан тамырлары және көздің торлы қабатының қан тамырлары. Бұлардың да жағдайлары нашарлай түседі. Жалпы жүрек жеткіліксіздігі өте жиі кездеседі. Оны кішкене түсіндіріп кетуге болады. Жалпы жүрек жеткіліксіздігі дегеніміз қандай ауру? Жүрек бар, ол жұмыс істеп тұр. Бірақ сау адамның жүрегіне қарағанда оның жұмысы әлдеқайда төмен болады. Яғни жүректің қанды айдау мүмкіншілігі азаяды. Жүрек ұзақ уақыт болған қан қысымынан, ұзақ уақыт болған жүректің ишемиялық ауруларынан шаршап қанды айдау қабілетінен айырыла бастайды. Бұндай адамдарда қандай нелер мазалайды, қандай көріністер болады? Адам тез шаршағыш болады. Жүрген кезде ентігеді, ауыр жағдайларда тыныштық кезінде де ентігу пайда болады. Кешке қарай аяқтарында ісіну болады. Әсіресе егер тобықтың айналасындағы ісіну басталса, онда тезірек
дәрігерге қаралған дұрыс. Ең маңыздысы қазіргі кезде айтатын жақсы тағы да бір жаңалығымыз, ол деген осы асқынулар, яғни жүрек қан тамыр жағынан болатын асқынуларды емдеуге көмектесетін дәрі-дәрмектер қазір қант диабетінде қолданыста бар. Енді біз ол үшін жалпы не істеуіміз керек? Егер сізді осындай нәрселер мазалайтын болса, ол үшін жиі тұрақты түрде қан қысымын өлшеп отырыңыз керек. Міндетті түрде анализ тапсыруыңыз керек. Және ол қандай анализдер? Бірінші, қандағы қанттың деңгейін бақылайсыз күнделікті. Екіншіден, холестеринді тапсырып отыруыңыз керек. Әрине, артық салмақ болса, оны азайтуға тырысу керек. Және тағы да бір айтып кететін маңызды нәрсе, темекі шегуден аулақ болуыңыз керек. Екінші айта кететін мәселе, ірі қан тамырлармен бірге ұсақ қан тамырлар да зақымданады. Әсіресе ол бүйректің қан тамырлары. Жалпы бүйрек ағзада қандай рөл атқарады? Иә, бүйрек біздің ағзамыздың сүзгісі. Өйткені бүкіл денедегі қанның барлығы бүйрекке ағып келеді, бүйрек оны сүзгіден өткізеді. Керек заттарының барлығы қайтадан қанның ішіне қарай өтеді, керек емес заттардың барлығы бүйрек арқылы зәрмен сыртқа шығады. Сол себепті бүйрек өз жұмысын дұрыс атқару үшін тағы да қайтып айтып кететін нәрсе, сіздер бүйректің анализдерін, бүйрекке керекті талдауларды дәрігерге барып, жылына 1 немесе 2 рет емханалардан дәрігерлер сіздерге хабарласып, сіз жалпы зәр анализін тапсыруыңыз керек деп айтып жататын болса, сіз оны істеу керек нәрсе ғой, дәрігерлер үшін деп елемей қойыңызға болмайды. Бұл өзгерісті неғұрлым ерте анықтауға көмек көрсетеді. Ерте анықтасақ, емі де ерте басталады, ағзаны біздің сақтап қалу мүмкіндігіміз жоғарылайды. Біз егер бүйректі қорғайтын болсақ, жүрекке де көмектесеміз. Ал жүрекке көңіл бөлетін болсақ, бүйрекке де оның пайдасы көп тиеді. Тағы да диабет кезінде кездесетін жиі асқыну көздің торлық қабатына да әсер етеді. Және ол диабеттік ретинопатия деп аталынады. Ең қиыны, ретинопатия кезінде науқас ұзақ уақыт бойы оны байқамайды. Өйткені қант ол бірте кіріп, және ұзақ уақыттан кейін асқынуларды жаймен бастайтын болады. Сондықтан сіз міндетті түрде жылына 1 рет көзіңіздің торлы қабатын тексертіп отырғаныңыз дұрыс, және оны көз дәрігері жүргізеді. Сонымен бірге тағы да бір қант диабетінің асқынуларының бірі ол аяқ қан тамырларының зақымдануы және аяқтағы жүйке жүйесінің зақымдануы. Жүйке жүйесі зақымданған кезде біз оны диабеттік нейропатия деп атаймыз. Бұл кезде қандай белгілер болады? Иә, науқас күнде кешке тыныштық кезде, төсекке жататын кезде аяқтарының қақсап ауырып бастағанын айтады. Күнді жүрген кезде аяқтарда ине сұқылаған сияқты шаншу болуы мүмкін, жыбырлау сезімі болуы мүмкін, немесе кейде қыздырып, күйдіру сезімі де болуы мүмкін. Аяқтар жиі үйіп қалуы мүмкін. Және балтырларда көбінесе тырысулар пайда болады. Әрине, осы айтып отырғандардың ішіндегі ең қауіптісі ол аяқтың ештемені сезбей қалуы. Мәселен, сіз аяқ киіміңізді киесіз, аяқ киіміңіздің ішінде байқамай тастың немесе құмның қиыршығы қалып кетті. Немесе аяқ киімнің ішіне бөгде бір зат бар деп айтайық. Немесе сіздің аяқ киіміңіз аяғыңызды қажауы мүмкін. Тар аяқ киім болса әрине. Онда не болады? Аяқ оны сезбейді, өйткені оның нерв тіндері зақымданған. Сол себептен сезім нашарлап кетеді және жарақат пайда болуы мүмкін. Сіз тіпті жарақат болса, сау адамдар жарақатты сезеді. Қалай сезеді? Ауырсыну арқылы сезеді. Ал егер нерв тіні зақымданатын болса, сезімталдық ол жерде нашарлап кететін болса, сіз оны байқамай қалуыңыз мүмкін. Сол себептен не істеуіміз керек? Жара әрине бірнеше күнде немесе бірнеше аптада ол қабына бастайды. Қабынған кезінде ол қызарады, ол домбығып ісінеді, ол іріңді жараға айналуы мүмкін. Ал егер іріңді жара пайда болса, ары қарай ол сүйек кемігіне де өтіп кетуі мүмкін. Сол себептен бұны болдырмас үшін күнделікті не істеуіміз керек? Күнделікті кешкі уақытта аяғыңызды жылы сумен жуыңыз, жақсылап оны кептіріңіз және оны әртүрлі жұмсақ кремдермен майлап қойыңыз. Және аяқ киімнің ішін күнделікті қарап тексеруді ұмытпаңыз. Сонымен бірге
Сонымен бірге жыл сайын осындай егер сізде жара пайда болып аяқ қажалып жататын болса, домбығып қызаратын болса, дереу арада жалпы қан талдауын, жалпы зәр талдауын тексеріп, ертерек дәрігерге қаралуыңыз жөн. Енді ең маңызды сұрақты талдағым келіп отыр. Сонымен денсаулықты қорғауға нақты не көмектеседі? Әрине, біріншісі қантты және холестеринді бақылап отыру. Екіншісі қан қысымын бақылау. Диабет пен жоғары қан қысымы қан тамырларын бірге ауырлатады жағдайын. Әрине, үшіншісі темекіні тоқтату. Өйткені темекі шегу кезіндегі бөлінетін никотин ол тамырларды тарылтып, ол жердегі бітелуге дейін әкелуі мүмкін. Төртіншісі, сіз күнделікті қимыл қозғалысыңызды көбейтуіңіз керек. Әрине, қимыл қозғалыс туралы айтқан кезде біз спорт зал, міндетті түрде фитнес клубтар туралы айтпаймыз. Жалпы сіздің жаяу жүргеніңіздің өзі, тойларға барсаңыз, билегеніңіздің өзі, бұлардың барлығы жалпы ағза үшін өте пайдалы. Тұрақты қимыл ағзада дәрі сияқты әсер етеді. Өйткені сіз дәрі арқылы қантты түсіруге әрекет жасайсыз, ал егер тұрақты түрде күнделікті қимыл қозғалысыңыз артатын болса, онда ол дәрі сізде қанттың деңгейін түсіруге көмектеседі. Емінде қолданылатын көптеген дәрілер жүрек пен бүйректі қорғауға бағытталған. Жалпы мен бүгін өзімнің сөзімді қорытындылай келе сіздерге 3 маңызды ойды айтқым келеді. Біріншісі, диабеттегі өзгерістер бір күнде болмайды, ол біртіндеп дамиды. Демек, бәріміздің алдын алуға уақытымыз бар деген сөз. Екіншісі, тұрақты тексерулерден өтіп отыр. Ол жай ғана қағаз үшін, жай ғана дәрігер үшін жасалынатын нәрсе емес. Олар біріншіден мәселені ерте көруге көмектеседі. Үшіншісі, диабет үкім емес. Бұл сіз бен дәрігер бірге отырып басқаратын жағдай. Диабетті басқаруға болады. Жалпы дүние жүзінде әлем бойынша диабетпен ауырып жүріп, ұзақ, белсенді, сапалы өмір сүріп жатқан адамдардың саны өте көп. Сіз де солардың қатарында бола аласыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.